Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, әріптестер. Біз 15-ші нұсқаға да келіп жеттік. 15-ші нұсқаны талдамас бұрын мен әдеттегідей айтып өтейін. Жалпы бұл сұрақтардың барлығы оқушылардың жасалған нұсқалар. Сондықтан сан мәнде сәйкес келмеуі мүмкін, иә. Сондықтан міндетті түрде назар аудару керек шығарылу жолына және есептердің теориялық негізіне. Сондықтан құрметті оқушылар, әрине тек қана срифке ғана сеніп қалмау керек. Әрине әрі қарай білімді тереңдетіп оқуды не істеу керек? Жалғастыру керек, иә. Оны мен айтпасам да жақсы түсінесіздер деген ойдамын. Енді осы ретте сразу жалғастыра айтып кетейін. Қазір енді оқушылар сразу паника басталады. ұбт жақындаған сайын бәрінде паника басталады. Ол нормальный процесс. Кез келген адам маңызды сәтте қобалжиды. Бірақ ол әркімнің сөзіне сене беруге де болмайды. Иә, даже менің сөзіме де сене беруге болмайды. Неге? Өйткені, мысалы, біреу аз алып шықса, ол ешқашан айтпайды, мен срифтен келді деп. Солай емес пе? Сриф келді деп айтпайды ол. И біріншіден, екіншіден, ол срифтің бәрін жатқа білмейді, жат. Сондықтан мына срифтің бәрі келді деп те айта алмайды. Или, мысалы, қатты көп алып кеткен адам бәрін срифпен шықтым деп те, алып шықтым деп те айтпайды. Өзінің несін не қылмашын. Сондықтан да бұл жерде оқушылар группаларға мынау былай жазды, мынау былай жазды деп паниковать ете бермей, бүкіл группаны оқи бермей, сөздің қысқасы кітапты оқу керек, иә. Сонымен, бірінші сұрақтан бастайық. Мен дауысым естілмей жатыр ма не сіздерге? Жоқ, естіліп тұр. Естіледі, просто жаңа қатты кішкене. Сонымен, былай дейді, асқазан жуу үшін концентрациясы 0,33 мол-литр натрий тиосульфатының ертісі қолданылады дейді. Натрий тиосульфатының 5 литр ертісін дайындау үшін қажет болатын натрий тиосульфатының массасы дейді. Біз жаңылмасам бұл есепті шығардық, иә. Бізде концентрацияның формуласы бар. С тең не болады? N бөлінген В бірінші формуласы, екінші масса бөлу молярлық масса көбейту В деген формуласы бар. Осы жерден біз массаны табатын болсақ, концентрацияның көлемін көбейтеміз молярлық масса, көбейтеміз көлемге. Енді натрий тиосульфаты деп отырғанымыз, ол натрий 2S2O3 айтады. S2O3. Енді осының бізге эмерін есептеуіміз керек. 48 қосу 32 қосу 32 қосу 46. 158 шығады екен. Мынаның эмері бізде 158. Сонда концентрациямыз біздің 0,33, оны көбейтемін 158-ге, көбейтемін 5-ке. Сонда жаңылмасам 260-та 7 грамм шығады. Дұрыс жауап А болады. Сұрақ бар ма? Жоқ, түсінікті. Бұл түсінікті. Әрі қарай кеттім. 98-де 4 грамм нитробензолды 17-де 92 литр сутекпен тотықсыздандырғанда 20 грамм анилин алынды дейді. Теориялық пен мүмкіндікпен салыстырғандағы массалық үлесі дейді. Сонымен бізде нитробензол. Бұл әрине С6H5NO2. Оған біз 3 молекула сутегі қосамыз. Нәтижесінде не шығады? С6H5NH2 қосу 2H2O. Енді мынауымыз біздің 98-де 4, мынауымыз әрине X1. Мынауымыз біздің 123 жаңылмасам, мынауымыз қанша болады оқушылар? Эмері қанша? 93. Осы жерде X1-ді тауып аламыз, X1-ді. Сонда 98,4-ті көбейтем 93-ке, бөлем 123-ке. Сонда 74-те 4 шығады. Енді біз дәл осыны не арқылы есептеуіміз керек? Сутек арқылы. Мынауымыз 17-де 92, а мынауымыз уже не болады? X2 болады. Мынауымыз 3 көбейту 22-де 4, өйткені көлем берілсе астына 22. Ал 93 күйінде қала береді. Осы жерден X2-ні тапсақ, 17,92-ні көбейтем 93-ке, бөлем 67,2-ге, сонда 24-те 8 шығады екен. Біз қайсысы арқылы шығарамыз? Қайсының мәні кішкентай, сол арқылы шығарамыз, е? Сонда бізде 24,8 грамм бұл неше пайызды құрайды? 100% құрайды. Ал бізде неше граммды тап деп тұр? 20 граммды тап деп тұр. Сонда X3. Сонда X3-ті тапсаңдар, 20-ны бөлем 24,8-ге. Сонда 81% шығады. 81. Сұрақ бар ма? Жоқ. Сұрақ жоқ. Әрі қарай кеттік. Молярлық массасы не дейді? 120,500 ба?
125 мың екен. 125 мың полиэтиленнің полимерлену дәрежесін есептеңіз. Біз полимерлену дәрежесін қалай есептейтін едік? Полиэтиленнің ізіне бөлеміз. Полимердің малярлық массасын неге бөлеміз? Мономердің малярлық массасына бөлеміз. Солай емес па? Мономердің малярлық массасына бөлеміз. Дұрыс. Сонда бізде 12,500-ді бөлеміз 48-ге. Өтірік, 48 емес қой. Полиэтилен деп отырғанымыз C2H4. Сонда C2H4-тің емері бізде неше болады, оқушылар? 28. болады. Бөлеміз 28-ге, сонда 44-те 64 шығады. Дұрыс жауабымыз сонда 44-те 64 С нұсқасы. Әрі қарай кеттік. Галогендердің ең төменгі тотығу дәрежесі дейді. Ең төменгі тотығу дәрежесі қалай болады? Біз кез келген элементтің мысалы біз алайық хлорды, хлордың топ номері 7. 7 ол тақ па, жұп па? Оқушылар. Так. 7-ден кішкентай қандай тақ сандар бар? 5, 3 3 деген жапсалынбай қалды. 3, 1. Бұлардың алдына плюс қоямыз, сонда галогендер плюс 3, плюс 5, плюс 7 дегенді көрсетеді деген сөз. Және жалғыз күйінде 0 көрсетеді. Мысалы, хлор 2 күйінде бұл әрине 0 болады. Соңғысы топ номеріне нешені алып тастаймыз? 7-ден азайтамыз 8-ді, сонда минус 1 болады. Сонда минус 1 тотығу дәрежесі. Сонда мынау минимум тотығу дәрежесі, минимум, ал мынау қандай тотығу дәрежесі? Максимум болады. Максимум болса ол тотықтырғыш болады, ал минимум болса бізде не болады? Тотықсыздандырғыш болады. Мынау аралықтары әрі тотықтырғыш, әрі тотықсыздандырғыш. Бірақ бұл ережеге бағынбайтын фтор бар, фтордың максимум тотығу дәрежесі десе біз 0 деп айтамыз, ол максимум болады фтор үшін, ал минимум тоже минус 1 болады. Сондықтан дұрыс жауап Д нұсқасы. Сұрақ бар ма? Жоқ. Сұрақ жоқ дейді. Әрі қарай кеттік онда. Номері 4. Изопрендегі сигма байланыстар саны дейді. Бұны қайта айналып кепті, бірақ негізі бұл шрифте бар, бірақ оқушылар жіберіп қоймағаннан кейін мен қайта қостым. Изопрен деп отырғанымыз бұл С5H неше? H8, өйткені бұл алкадиендерге жатады, С5H8. Мұндағы сигма байланыстар табу үшін 5-ке 8-ді қосамыз, сонда неше болады? 13 байланыс болады. Одан 1-ді алып тастаймыз әрқашан, сонда 12 не шығады екен? Сигма шығады. Дұрыс жауабымыз Б болады. Сұрақ бар ма? Жоқ. Түсінікті. Әрі қарай кеттік. Сумен әрекеттескенде оксид түсетін металдар дейді. Жалпы металдардың активтілік қатарына қарайтын болсақ, қараңдар. Литий мен алюминий аралығында металдар сумен әрекеттескенде не түсіреді? Сілті түседі. Сілті қосу, давайте. Қосу не түседі? Сізге өрт ұнайды. Оқушылар, микрофондарыңды өшіріп отырыңдар әңгіме айтатын болсаң. Арат, микрофон. Онда бізде микрофондарыңа қосылып кетеміз әңгімелеріңе. Дальше. Литий, стрелка, алюминий аралығында сілті және сутек түседі. Одан кейін марганец пен қорғасынның аралығында. Бұлар сумен тек қандай жағдайда әрекеттеседі? Сумен тек қыздырғанда ғана әрекеттеседі. Яғни біз қыздырамыз, су кезде сумен әрекеттесіп не түседі? Оксид және сутегі түседі. Ал сутектен кейінгі элементтер, яғни сутектен кейінгі элементтер мыс сияқты элементтер, мыс әрі қарай, бұлар әрине сумен не істемейді? Әрекеттеспейді. Әрекеттеспейді деген қалай жазылады? Вроде осылай жазылатын сияқты. Сұрақ бар ма? Сонда бізде дұрыс жауап қайсысы болады? Дұрыс жауап сонда не болады? Б болады. Неге? Өйткені А жауабынан калий атпадайды. Өйткені ол литий мен алюминийдің арасында тұр. Мына жағдайда натрий, мына жағдайда калий. Дұрыс жауап Б болады. Сұрақ бар ма? Ағай, 5-ші сұрақты сұрайын деп едім. Народ, 5-ші сұрағымыз, 6-ші сұрақтамыз ғой біз. 5-ші сұрақта неге 1-ді алдыңыз? Народ, уақытында сұрасыңдар, уақытында. Изопренді сигма байланыстар саны дейді. Органикалық химияда. Сигма байланыстардың санын тапқан кезде, біз оның ашық тізбекті ма, әлде тұйық тізбекті ма, соған қараймыз. Тұйық тізбекті.
ажырата білесіңдер ғой, ашық тұйықты. Мысалы бізге бензол десе, ол қандай тізбекті? Тұйық тізбекті. Немесе анилин десе, С6H5NH2, бұл тұйық тізбекті болады. Ал егер гексан десе, С6H14, да, жаңылмасам. Немесе пентанол десе, С5H неше болады? 11OH десе. Бұлар ашық тізбекті болады. Айыра аласыңдар ғой да ашық тізбекті тұйық тізбектіден. Енді ашық тұйық тізбектілерді есептегенде просто атомдардың санын санай саласың. 6-ға 6-ны қосасың, сонда 12 шығады, сонда 12 сигма болады. Мыналардың бәрін қосасың, 2, 3, азоттан біреу бар өйткені, 5, 8, 14. Сонда 14 сигма болады. Түсінікті ғой, е? Ал тұйық тізбектілерді тапқан кезде атомдарды ашық тізбектілер деген. 6-ға 14-ті қосасың, 20 шығады, одан бірді алып тастай бересің. Сигда. Сонда 19 сигма болады. Мынаның бәрін қосамыз, 16, 17, 18, е? Дұрыс па біз есептеп жатқан 18, одан бірді алып тастаймыз, сонда 17 сигма болады. Енді түсінікті ма? Иә, түсінікті, рахмет. Изопренді сызып сигма байланыстырыңдар. Олай істесеңдер деп. Пи байланысты қалай табатын еді? Егер құрамында қос байланыс болса, пи байланыстардың саны неше болады? Біреу болады. Ал егер 3 байланыс болса, пи байланыстардың саны неше болады? 2 болады. Ал дара байланыстар болса, пи байланыстардың саны 0 болады кене. Сұрақ? Жоқ. Сұрақ? Жоқ. Дальше. Келесі. Сумен әрекеттескенде, мынаны қайтадан істейін ма? Біріншілік амин дейді. Мынаны бір оқушы жіберді, осыларды қалай ажыратады дейді. Біріншілік амин. Біріншілік амин дегеніміз, мында пропил деген радикалда неше оқушылар? Пропил деген неше радикал? Бір радикал ғой? Біреу. Ал диэтил деген неше радикал? Радикалда неше бар деп тұр бізде? Екеу. Метил деген бір радикал. Этил деген тоже радикал. Сонда радикалдардың саны неше болып тұр? Екеу. болып тұр. Метилдан біреу, этилдан біреу. Общий 2 радикал болып тұр, е? Ал триметил деген радикалдан нешеу дейді бізде? Үшеу. Сонда радикалдан біреу болса, біріншілік болады, екеу болса, екіншілік, үшеу болса, үшіншілік. Вообще детский уровень. Сұрақ бар ма? Түсіндіңдер ме, әлде көрсетейін ме тағы да? Жоқ, керек емес. Сұрақ жоқ, е? Түсінікті. Ары қарай кеттік. Тепе-теңдікке қысым әсер етпейтін реакция дейді. Бірінші оқушылар ұбт-да біріншіде сендерге реакцияны теңестіріп беруге тест центрдің мұғалімдері міндетті емес. Сондықтан именно реакцияның тең екеніне бір-бір қарап қойыңдар анда-санда. Түсінікті ғой? Кейде оқушылар вообще қарамайды негізі. Бірақ тест центр әдісінде шатастыру үшін теңестірмей беруі мүмкін. Сондықтан да мен мына реакциялардың бәрін теңестірген жоқпын. N2 қосу 3H2-ге алдына неше қоямыз? 3 қоямыз, мында 2. Енді тепе-теңдікке қысым қандай жағдайда әсер етпейді? Егерде газдардың саны не болса, өзара тең болса, немесе мүлде газ болмаса. Бізде мында газдарымыз 4-еу, мында 2-еу. Оны қайдан біліп атырмыз? Алдындағы коэффициенттерді қосып атырмыз. Көрдіңдер ме? Мында 1-ге 3-ті қостық, реакцияға дейін 4-еу бар, реакциядан кейін 2-еу бар. Мында 2 қоямыз, мында 2 қоямыз. Мында общий нешеу болып тұр, сонда 3-еу болып тұр, мында 2-еу болып тұр. Бұл да тең емес, а бізге теңі керек. Мында теңестіреміз, мында 2 қоямыз, мында 2 қоямыз, сонда мында газдардың саны нешеу болып кетті? 3-еу болып кетті, мында 2-еу болып қалды. Тағы да тең емес. А мында газдардың саны 2-еу, мында да 2-еу. Ой, бұл мынаны теңестіріп қойыппын ғой. Сонда реакциямыз тең, бұған қысым не істемейді дегенсіз? Әсер етпейді деген. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ. Келесі, гидролизденетін тұздар орналасқан қатар дейді. Енді бізде ережесін білу керек. Тұздар гидролизге ұшырамайды. Гидролизге ұшырамайды. Егер бірінші әрине не болса? Тұнба болса, гидролизге ұшырамайды. Мысалы, барий SO4 немесе кальций карбонаты ол гидролизге ұшырамайды. Неге? Өйткені олар тұнбалар. Екінші, олар екеуі де күшті болса.
екеуі де күшті. Ал енді бұл сөздің мағынасы не деген сөз? Яғни екеуі де деген сөз бізде неде? Катионда, анионда не болу керек? Анион. Күшті болу керек. Катионда, анионда күшті болса, бізде гидролизге ұшырамайды. Ал енді, значит, катион мен анионның күшін білуіміз керек. Катионның күшті екенін қалай білеміз? Катионның күшті екенін қалай білетін екенбіз? Катион бізде либо күшті болады, либо не болады? Әлсіз болады. Күштілерде OH пен қисқан жерін қараймыз, иә? OH пен қисқан жерін қарасаңдар не деп тұрады? Ерейді деп тұрады, немесе аз ерейді деп тұрады. Ал әлсізде OH пен қисқан жерін қарасаңдар не деп тұрады? Ерімейді деп тұрады, немесе минус тұрады. Енді алюминий мен OH-ның қисқан жерін қарасаңдар не деп тұр? Ермейді. Ерімейді деп тұр. Ерімейді. Значит, ол не? Әлсіз. Значит, ол электролизге ұшырайды. А жауап отпадает. Келесі, калий ше. Калий мен OH-ның қисқан жерін қарасаңдар не деп тұр? Күшті Ериді. ғой калий. Калий мен OH-ның қисқан жерін қарасаңдар ерейді деп тұр. Значит, калий ол күшті болады. Аха. Барий тоже күшті болады. Иә, барий тоже күшті болады. В общем, натрий тоже күшті, мына жерде магний әлсіз, сондықтан отпадает. Катиондарды арқылы қалай гидролизге ұшырамайтын табу түсінікті ма? Иә. Жақсы. Енді біз қалай табамыз нені? Аты құрғыр. Анионды қалай табамыз? Анионды. Бізде аниондардың күшті екенін және әлсіз екенін қалай білеміз? Аниондар өздерің жақсы білесіңдер, екіге бөлінеді. Оттекті және не болып бөлінеді? Оттексіз, иә, оттексіз. Оттексіз. Енді оттексіздерді қалай табамыз? Оттексіздерді жатқа білуіміз керек. Егер хлорид, бромид және иодид болса, бұлар күшті болады, иә? Ал егер фторид және сульфид болса, бұлар әлсіз болады. Ал енді оттектілерді қалай табамыз? Оттектілерді. Егер n-нің мәні 2-ге тең немесе үлкен болса күшті, n-нің мәні 2-ден кішкентай болса не болады екен? Әлсіз болады екен. Бұл түсінікті ма? Бұл түсінікті. Бір жақсы, n деген не деп вообще сұрамайды екенсіңдер, иә? Дальше. Саны ма? Ол не? N деген не? Енді қараңдар, мысалы хлорға келейік. Хлор ол күштіге жатады. Сондықтан мынауымыз күшті. Иә? Енді бізге қараңдар, n дегеніміз не? CO3-тің ергіштік кестедегі зарядына қарасаңдар қанша деп тұр? Минус неше деп тұр? 2 деп тұр, иә? Минус 2 деп тұр. Сонда 3-тен 2-ні алып тастасаңдар қанша шығады? 3-тен азайтамыз 2-ні, сонда неше шығады? 1 шығады. Ал енді 1 деген n-нің мәніне 1 қойсақ, ол 2-ден кішкентай болып тұр. Значит, CO3 не болады деген сөз? Әлсіз болады деген сөз. Түсінікті ма енді? Иә. Сонда А, Б варианты отпадайды. Жаңа Д варианты алып тастағанбыз, сонда дұрыс жауап С болады. Неге? Өйткені NO3-тің ергіштік кестедегі заряды қанша? 1 ғой, иә? Сонда 3-тен 1-ді алып тастасақ, N неге тең болады? 2-ге тең болады. Ал N 2-ге тең болса, ол күшті болады деген сөз. NO3 тоже күшті. Жаңа естеріңде болса, барий күшті болған, натрий күшті. Ал енді SO4-тікін тауып көрейік. 12 2 емес, 4-тен 2-ні алсаң, N тоже 2 шығады. Ол да күшті. Сонда жаңа айтып өткенде, екеуі де күшті болса, электролизге ұшырамайды. Бізде көрдіңдер ме? Бәрі күшті болды. Енді сұрақ. Бірақ бізден гидролизге ұшырайтын тұз сұраған емес па? Народ бізде. Иә, А болады ғой. Гидролизге ұшырайтын сұрап тұр екен ғой, мен гидролиз емейтін іздеп жатырмын ғой жағынан. Дұрыс айтады. Онда егер гидролиз енетін тұз десе, онда дұрыс жауап А болады, иә? Бәсене, бәрі чатқа А деп жазып отыр деп қоймын. Мен жаңадан бері белсеніп гидролиз енбейтін тұз іздеп жатырмын ғой, жоқ. Гидролиз енетін деген сөз, значит, біреу хотя бы құрамда біреу әлсіз болу керек. Бағанадан бері онда сразу тауып алатын еді ғой. Айтпайсың, басқа бір нәрсе іздеп жатсың. Дальше. Глюкозаның сүт қышқылдық ашуы кезінде түзілетін өнім. Біз 14-ші нұсқаны талдау кезінде біз глюкозаның бүкіл ашу түрлерін қарастырғанбыз, иә? Сонда сүт қышқылдық ашуы дегеніміз С6H12O6-ны не істей саламыз дедік? 2-ге бөле саламыз дедік, сүт қышқылдық ашу кезінде. Сонда С3H6 не шығады деген сөз? O3 шығады деген сөз. Сендер құрылымдық формуласын білмесеңдер де осы естерінде болсын. Көміртек 3 болу керек. Көрдіңдер ме сүт қышқылында? А жауап отпадайды. Және мында да 1045 көміртек бар, бұл да отпадайды. Мынада да отпадайды. Өйткені мында көміртекті 2-ге көйтеміз, мында тағы біреу бар, мында дұрыс жауабымыз не болады екен? Только Б болады. Сұрақ бар ма?
Жоқ. Сұрақ жоқ. Келесі. 3,36 литр аммиак газы мен 19,6 грамм күкірт қышқылы әрекеттескенде түзілген қышқылдық тұздың массасы дейді. Ал енді бұны қалай табамыз? Бізде NH3 берілген. Бұл H2SO4-пен әрекеттескен, нәтижесінде не түзілген? Қышқылдық тұз. Қышқылдық тұз деп отырғанымыз NH4, HSO4-ті айтады. Мынауымыз біздің 3,36, мынауымыз X1. Мынауымыз не болады? 22-де 4, ал мынауымыз немен есептеуіміз керек? Ал давай тез есептендіреді. 14, 18 қосу, 96 ма? 96, 97, е, 115 шығады. 115. Осы жерден X1-ді тапсаңдар, 115-ті көбейтем 3,36-ға, бөлем 22-де 4-ге. Сонда 17-де 25 грамм. Әрі қарай енді мен не арқылы шығарам, оқушылар? 19-ды 6 арқылы шығарам. Бұл X2 болады, мынауымыз 98, мынауымыз 115. Осы жерден X2-ні тапсақ, 19,6-ны көбейтем 115-ге, бөлем 98-ге. 23 шығады. Қайсының мәні кішкентай, сол дұрыс жауап болады. Жуықтасаңдар неше болды? 17-де 3 болды. Сұрақ бар ма? Жоқ. Не айтып жатыр мынау? Мектепте бар, мектепте жоқ дейміз. Аманда бір нәрсені бар жоқ деп таласып отқан сияқты. 13 күкіртті қышқылдың тұздары дейді. Давайте мынау тиосульфат, бұл әрине S2O3. Ал күкіртті қышқыл деп отырғанымыз ол H2 нені айтады? SO3-ті айтады. 2 минус мынау. Сульфит деп отырғанымыз бұл әрине SO3 2 минус. Ал сульфит ол қандай қышқылдікі? Күкірт сутек қышқылынікі, күкірт сутек қышқылынікі. Ал мынауымыз сульфат бұл әрине күкірт қышқылынікі. Солай емес пе? Бұны енді білесіңдер деген ойдамын. Дұрыс жауап әрине Б болады. Сұрақ бар ма? Жоқ. Сұрақ жоқ. Әрі қарай кеттік. Құрғақ мұз дейді. Бұл да ұбт-да келген. Дұрыс жауап әрине CO2. N2-оны біз не деп айтамыз? Шаттандырғыш. Шаттандырғыш газ деп айтамыз. Кремний диоксидін? Кварц құм. Кварц Иә, құм Магнезия. деп айтамыз, Ал CO-ны? Магнезия. Иіс газы. Иіс газ деп айтамыз. Дұрыс айтасың. Осылай сұрақтан талдаған кезде бүкілін сразу ренжітпей, тек дұрыс жауабына ғана қарап кетпей, қалғандарының бәрін жазып кетсеңдерші талдаған кезде. Сол кезде ұбт-да осылар айналып келе береді ғой негізі. Алдында естерінде болса, 14 или 13 нұсқаны сұрағанда естерінде ма шаттандырғыш газ сұрады? 14-те ғой. Қыздырғанда металл оксиді түсіретін нитраттар дейді. Ал давайте нитраттардың ыдырау заңдылығын бір еске түсіріп алайық. Сонымен бізде металдардың активтілік қатары әрине литийден басталады. Бірақ біз литийді қалдырып кетеміз. Калий мен магнийдің алдында қандай металл бар? Кімде металдардың активтілік қатары? Ешкімде жоқ па? Литий мен натрий бар. Натрий бар екен, магнийдің алдында натрий бар екен. Натрий аралығындағы элементтер бұлар бірінші топқа жатады. Мысалы, біз натрий нитратын алатын болсақ, натрий NO3 алатын болсақ, бұл неге ыдырайды? Натрий NO2-ге және O2. Бұл нитраттардың ыдырау заңдылығы. Екінші топқа магнийден басталады. Мысқа дейін, магний, алюминий, мыс бәрі осы топқа кіреді. Бұлар қалай ыдырайды? Мысалы, біз алайық купрум NO3 кеселенген, купрум NO3 кеселенген. Әрине бұл купрум О, NO2 және O2-ге ыдырайды. Ренжітпей теңестіріп қойып бұнда. Дальше үшінші топ. Үшінші топқа кіреді неден бастап? Мыстан кейін сынаптан былай қарай бүкілі келесіде ыдырайды. Мысалы, күміс нитратын алатын болсаң, әрине күміс шығады, NO2 шығады және O2 шығады. Теңестіріп қойып, 2, и мында неше шығады? Вроде 2 қоямыз. Ал сұрақтарым бар ма? Ой, металл оксид па дейді. Сонымен сұрақ дұрыс жауабы қайсысы болады? Дұрыс жауабы С болады. Қыздырғанда металл оксидін түсіп тұрған қайсысы сонда? Металлын оксидін түсіп тұрған магний мен мыс аралығындағы металлдар таңдайсыңдар деген сөз. Мынау ислам деген оқушы бар ғой, сосын Түгелжан, екеуің неге таласып жатсыңдар, мен түсінбедім. Давайте болмайтын нәрсені не қыла бермеңдерші.
мен чатта сұрақ қойып жатыр деп қарап жатырмын ғой, екеуіңнің спорларыңды не қылмай. Сұрақ бар ма? Мынау бойынша. Жоқ. Сұрақ жоқ. Жоқ. Әрі қарай кеттік. Номері 15. Сумен әрекеттескенде оксид түсетін металл. Олар лимон ашу бітуде келіп жатыр дейді, сол қай кітапта деп соны сұрап жатыр екеуі. Сонымен, сумен әрекеттескенде оксид түсетін металл біз мынаны істедік пе, істемедік пе? Істедік бағана. Да болады. Иә, бұл да жауап болады, иә. Мырыш оксиді болады, иә, ұқсас па, иә, соған ұқсас келді ме, үшін. Натрий бұл сілті түседі, алюминий сілті, мыс түзбейді. Келесі, аспиринді алу үшін салицил қышқылына қосатын зат. Осы да келді, осы жақында ғана. Аспиринді алу үшін қолданылатын бұл не болады? Әрине, сірке, ангидриді болады. Оқушылар, именно аспирин алуды бір қарап шығыңдаршы неден. Өйткені кейбір сатыларын сұрайды кейде. Сондықтан да көбіне соған қатысты сұрақтар келіп жатыр, соны бір қайталап түсіндірейін. Бүгін өндірісте зертханада алу келіпті ғой. Өндірісте, иә, сосын өздерін жақсы білесіңдер деп ойлаймын, бізде өндірісте полуолдан, ал зертханада неден алады? Бізде бензолдан алады, иә. Бұл тақырыпқа қатысты каналда 10 күн марафон каналында тесттер уже құрастырылып салынып тұр, соны бір қарап шығыңдар. Жақсы, әрі қарай кеттік. Әрі қарай кеттік. Калий ионның жалын түсі дейді. Жалынның түстері де жиі келіп жатыр. Давайте бір-бір еске түсіріп шығайық. Калийдің түсі қандай болады бізде? Күлгін болады. Натрийдің түсі сары болады. Ал кальцийдің түсі Қызыл. қызыл кірпіш болады. Сондықтан тура сұрақ келген ма, не дейді? Кірпіш қызыл. Бұл түстерді жақсы білулерің керек. Сапалық реакциялар бар ғой, документ, соны бір қайталап шығыңдар. Келесі, 700 грамм 15% мүсәтір спирті 337,5 грамм мыс 2 хлоридмен әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы дейді. Мүсәтір спирті деп отырғанымыз әрине бұл не? NH4OH, NH4OH. Бұл енді мыс хлоридмен әрекеттесетін болса, нақтырақ айтқанда мыс 2 хлоридмен әрине мыс 2 гидроксиді бізде неге түседі? Тұнбаға түседі, және аммоний хлориді түседі. Аммоний хлорид теңестіреміз, ренжітпей. Мынауымыз біздің 700-ді масса нен тауып аламыз? NH4OH-ты. Ол үшін 0,15-ті көбейтеміз нешеге? 700-ге. Солаймыз. Сонда 700 көбейту 0,15, бізде 105 грамм шығады. Әрі қарай мынауымыз 105, а мынауымыз X1. Мынауымыз 98 жаңылмасам, мынаның емберін есептеу керек. NH4-тікі 18, қосамыз 17, 35, 2 көбейту 35 болады. Осы жерден X1-ді тауып ала қойыңдар. X1-ді тапсақ, 105-ті көбейтемін нешеге? 105-ті көбейтемін 98-ге, бөлем 70-ге. Сонда 147 шығады. 147. Әрі қарай енді біз не арқылы шығарамыз? Купрум хлоридке, мынауымыз 337-де 5, ал мынау X2, мынау 98, мынанікі қанша? Купрум 64, оған қосамыз 71-ді, 135, 135. Осы жерден X2-ні тапсақ, біз 337,5-ті көбейтем 98-ге, бөлем 135-ге, 245 шығады. Қайсының мәні кішкентай? Әрине сол дұрыс жауап болады. Әрекеттесуші заттардың біреуі артық мөлшерде алынған есептің шығару алгоритмі. Мен бұл тақырып бойынша видео салғанмын, соны жақсылап қараңдар, иә? Әрі қарай кеттік. Номері 19-шы сұрақ. Глицил аланин алу үшін реакцияға түсетін заттар. Оқушылар, сендер көбіне сұраққа прямой білмесеңдер, сендер кругозорларыңды сәл теориялық ақпараттарды сәл артқа жылжытып үйренулерің керек. Яғни, хотя бы сендер нақты мынау сұрақты жауап бере алмасаңдар, мысалы, былай ғой, оқушылар былай ойлайды. Глицил аланин алу үшін реакцияға түсетін заттар дейді. Глицил аланиннің формуласын білмейді, скорее всего. Сондықтан да мен мына білмеймін, дұрыс тастап кете салады. Бірақ глицил аланин деген ол қандай классқа жатады? Народ. Аминдер. Амин қышқылдарына жатады. Амин қышқылдар. Ал енді көрдіңдер ме, біз сұрақты обширный. Біз именно мынау формуланы білген жоқпыз, бірақ сол формуланы біз примерно білеміз, сол қосылыс жататын класты. Ол дұрыс айтасыңдар, амин қышқылдар классына жатады.
Амин қышқылы. Ал енді амин қышқылы деген туралы не білесіңдер? Амин деген ол қандай топ бар деген сөз құрамында? NH2 тобы бар деген сөз, ал қышқыл деген сөз құрамында не бар деген сөз? Карбоксил тобы бар. Карбоксил тобы. Мысалы, амин сірке қышқылы және бутан қышқылы дейді. Амин сірке қышқылында міне амин тобы да бар, карбоксил тобы да бар. Бірақ бутан қышқылында амин тобы жоқ. Сондықтан А жауабы атпады. Логика түсінікті ма? Иә. Келесі, сірке қышқылы сразу атпадайды, өйткені амин тобы жоқ. Амин бутан қышқылы келуі мүмкін, бірақ пропан қышқылында сразу атпадайды. Дұрыс жауап сонда Д болады. Өйткені амин қышқылы, амин қышқылы. Логика түсінікті ма? Бұл нағыз базарының сұрағы. Екеуі де амин қышқыл болу керек па? Иә, екеуі де өйткені нәруыздарды немесе полипептидтерді міндетті түрде амин қышқылдар түседі. Мектеп бағдарламасында 20 амин қышқылы бар. Ол алмаспайтын, алмасатын, ішінара алмасатын деп бөлінеді. Оның барлығын оқыған шығарсыңдар. Бұл тақырыптар бойынша тест бар, сұрақ бар ма? Жоқ. Сұрақ жоқ. Келесі, тұрақты температурада жүйедегі бастапқы заттардың иіс газы және сутектің концентрациясы сәйкесінше 0,3 және 0,5 мольді құрады дейді. Реакция жүріп тепе-теңдік орнағаннан кейін метанолдың концентрациясы 0,5 мол литрді құрады. Метанолдың түзілу реакциясында тепе-теңдік константасын есептеңіз дейді. Енді құрметті оқушылар, мен сразу айтып кетейін, мынау базаның сұрағы емес. Мен бұны не үшін енгіздім? Бүгін оқушыларға осы тақырып бойынша есеп келген. Бірақ мен бірнеше оқушыдан сұрадым, олар есіне түсіре алмады. Бірақ в целом мен осы есепті жіберіп көрдім, осыған ұқсас есеп дейді. Бірақ сандары бәрі басқа дейді. Бірақ шығару жолын мен сендерге көрсету үшін осы есепті қосып отырмын. Түсінікті ма? Енді бұны есепті қалай шығарамыз? Бізде жалпы лайфхак бойынша реакцияға дейінгі заттар, біз жалпы сендер математикада мынандай кескін саласыңдар ғой, иә? Сөйтіп мына жерде 0 деп саласыңдар, 0-ның мына жағы қандай сандар болады сендерде? Плюс сандар болады, ал мына 0-ның мына жағы не сандар болады? Минус сандар болады. Білесіңдер ғой математикада. Дәл сол сияқты бізде реакцияның оң жағы всегда бізде көбейеді. Өйткені өнімдердің массасы артады ғой, ал реагенттер жақ всегда бізде не істейді? Кемейді. Енді бізде бастапқы концентрациялары сәйкесінше СО-ның концентрациясы қанша дейді бізде? 0,3. Ал сутектің концентрациясы тұрақты температура жүйесі СО және сәйкесінше H2-ның концентрациясы не дейді бізде? 0,5 дейді. Ал метанолдың концентрациясы қанша болған сонда? 0,5. Солай емес оқушылар? 0 болған. Екінші, енді біз реакцияға түскенін біз білмейміз, тастап кетеміз. Соңғысы бізде тепе-теңдік концентрациясы. Тепе-теңдік концентрация. Как раз біз осыны табуымыз керек. Ал метанолдың тепе-теңдік концентрациясы неше дейді бізде? 0,15 дейді. Мынау 0,15. Ал енді қараңдар, қандай санға 0-ді қоссаң 0,15 шығады? 0,15-ті. Және екінші назар аударыңдар, мынау реакция тең емес, иә? Мына жерде ешқандай 3-тің керек емес. Өйткені мында көміртек біреу, мында да біреу. Енді қараңдар, мына жерде 1 бар, мына жерде тоже 1 бар. Значит, мынадан 0,15 реакцияға түсетін болса, мынадан да қанша реакцияға түседі деген сөз? 0,15 түседі деген сөз. Ал енді мынадан 0,15 түсетін болса, мынадан 0,3 түседі деген сөз. Неге? Өйткені сутектің алдында коэффициент 2, мынаның алдында коэффициент 1. Значит, мынадан 0,15 түсіру үшін мынадан 2 есе көп жұмсалу керек. Бұл түсінікті ма? Түсінікті. Енді біз мына жақтар минус жақта жатқандықтан 0,5-тен 0,3-ті азайтамыз. Сонда неше шығады? 0,2 шығады. 0,3-тен 0,15-ті азайтамыз. Сонда 0,15 шығады. Ал енді тепе-теңдік константасын жасайды, К тең, оны өздерің жақсы білесіңдер деген ойдамын. Өнімнің концентрациясын не істейміз? Реагенттің концентрацияларына не істейміз? Бөлеміз. Бірақ алдындағы сан не болып барады бізде? Коэффициент болып барады, СО-ға бөлеміз. Сонда К-ны табатын болсақ, 0,15 көбейту 0,15 көбейту, мен орындарын ауыстырып жүрдім өтімен. Ненікі қанша болады? 0,2-нің квадраты көбейту не болады? 0,15 болады. Бұл түсінікті ма?
Иә ағай. Сонда 0,15 пен 0,15 қысқарып кетеді. Сонда біз 0,2-ні көбейтемін 0,2-ге 0,04. Сонда 1-ді бөлемін 0,04-ге. Сонда 25 шығады екен. Дұрыс жауап С болады. Сұрақ бар ма? Жоқ ағай. Түсінікті ғой? Әрі қарай. Иә. Номері 21-ші сұрақ. Ауыл шаруашылығында және ағаштарды антисептик ретінде қолданылады. Енді бұны білетін шығарсыңдар. Дұрыс жауап не болады? Жаңылмасам, феррум С4, 7H2. Дұрыс емес, иә. Магний С4 болу керек. Магний С4, 7H2. Сұрақ бар ма оқушылар? Алғашқы 21 бойынша. Жоқ. Сұрақ жоқ. Біз онда қазір 10 минуттық үзіліске кетеміз. Одан кейін сіздермен бірге формула табуға арналған есептер, күрделі есептерді шығарамыз. Жұмбақ заттар бүгін келген жұмбақ, түске дейін келген жұмбақ затты тағы бір еске түсіріп талдап шығамыз. Одан кейін әрине бүгінгі келген жұмбақ зат. Одан кейін реакция өнімдерді сәйкестендіруге арналған тесттер орындаймыз. Одан кейін хлор мынадай күрделі заттардың реакцияларын жазып үйренеміз. Сіздермен бірге бүгін келген сұрақ көміртектің 6-шы көміртектің тотығу дәрежесі, бірақ бұл қайталанған. Одан кейін генетикалық қатар, сигма пи байланысты анықтау, тотығу дәрежелерді анықтау. Одан кейін маған көп олиумның есептерін жіберді. Сондықтан тағы бір олиумның есептерін сіздерге шығарып бір-бір көрсетіп шығатын боламын. Сондықтан да сабақтан қалмай қатысыңыздар. Мынау Түкелжан, айналайын, прикол болса шығасың да кетесің. Саған зу прикол болса. Түсінікті? Давайте, оқушылар 10 минут демаламыз. Ағай, жаңа сіз магнийді белгілеп қойдыңыз ғой, сол жерде темір болады екен, мен кітаптан фотосын жібердім. Иә, маған жіберіңдер, народ. Қайсысы болады дейсіңдер? Темір, Маған жіберші, қазір мен темір нақты көпіріз. кітаппен көрсетіп қайтадан дұрыстап не қылайын. Өйткені ол видеода кетіп қалды бұл уж. Қайтадан не қылайын, журналистер сияқты опровержение берейік. Өтірік екен. Жақсы? Маған сілтемеден жібере қой. WhatsApp-тан. Жіберіп қойдым ағай. Рахмет.